Елімізде соңғы 3 жылда экстремистік қылмыстар азайды. 2018 жылы 296 қылмыстық істің тек 20% сотқа жолданған. 2019 жылы 190 қылмыстық іс тіркеліпті. 2020 жылы 64 қылмыстық іс діни алауыздықты қоздыруға бағытталған деген баппен сотта қаралды. Деструктивтік діни ағымдар ол барлық дін конфессияларында бар. Бірінші 90-ға келетін болсақ, 50 шақты қылмыстық іс тіркелді, экстремистік сипаттағы. Бірақ оның ішінде тек қана 15 діни экстремизмге байланысты болды. Сот шешімімен тыйым салынып қойған аудио, бейне материалдар болсын, кітаптар болсын, кейбірде білместікпен өздерінің парақшалары бар, әлеуметтік желідегі. Сонда орналастырып қойып, экстремистік террористік екенін білмедім деп айтатын адамдар бар. Әрине оларды қылмыстық жауапкершіліктен босатпайды. Шарық кітабы Башбаевтардың, Сосетленскийлердің, Дарынның да көптеген араб шейхтардың уағыздары, Ибн Таймияның болсын, Мұхаммед ибн Абдул-Вахабтың кітаптары болсын, тыйым салынған заңмен, бізде олар таратуға болмайды. Сот шешімімен тыйым салынған әдебиеттер, діни мазмұндағы ақпараттар, Правстат, прокурор, Коф.кз сайтында алуға болады, сол жерден қарауға болады. Діни алауыздықты қоздыруға бағытталған қылмыс азайғанмен деструктивті діни ағым мүшелері алаяқтық жасап, өзгенің мүлкін заңсыз иеленулерін доғармауда. Бір ғана мысал, Батыс Қазақстан облысында деструктивті діни ағым мүшесі ұлты орыс азамат жарты жылда 25 рет ұрлық жасаған. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. 2021 жылдың 1-90-ында 100-ден астам қылмыс жасаған. Олардың арасында есірткі сақтауда фактілері бар, қару сақтауда бар. Кәпірлерге қарсы жасап жатырмыз. Сондықтан бұл күнә емес деп солай түсіндіргісі келеді. Мамандар адасу оңай, оңалу қиын дейді. Сондықтан ақпаратты ресми мекемелерден алуға кеңес береді. Сақтанғанды сақтайды деген тегін айтылмаса керек.